осындай есеп шығаратын боламыз. Ертеде бір кісі үлкен той жасап, тойына шақырылған қожаның әрқайсысына қос табақтан, төренің әрқайсысына 4 табақтан, ал қараның 10-ына 1 табақтан ас таратқан екен. Егер таратылған табақтардың саны 100-ге тең болса, онда сол кісінің тойына қанша қожа мен төре және қара қатынасты екен. Қатынасты екен дегеніміз ол қатысты, яғни қанша адам болды деген мағынаны береді. Бұл есеп шығармас бұрын ең бірінші біз жүйемен шығаратын боламыз. Так, жүйені алып алайық. Ең бірінші кезекте бізге керегі, бізде белгілі x қосылған y қосылған z-іміз бізде тең 100-ге, иә? 100-ге тең болады. Енді бізге мысалға қос табақтан дейді қожаға берді, сонда ол бізде болады 2x қосылған 4 y қосылған z бөлінген 10 тең болады 100-ге. Енді осыны біз 10-нан айырылайық мына жерде. Оны 10-ға көбейтсеміз бұл өрнекті, сол кезде бізде тең болады. Так, x қосылған y қосылған z-іміз тең 100 деп жазып аламыз. Сосын 20x қосылған 40 y қосылған z тең болады 1000-ға болады. Осыны енді бұны біз шығармас бұрын осыны азайтсақ, бір-бірінен азайтсақ бізде так 19x қосылған 39 y z бір-бірінен азайып кетеді. Сонда 100-ден 1000-ды азайтқан кезде бізде 900 болады. Енді осыны біз бұл теңдеуді пайдалану үшін сандардың 19-ға бөлінгіштік белгісін пайдаланайық. Бұл жерде мысалға қазір бізде 19 x-іміз қосылған 38 y қосылған тағы y деп жазамыз да, ол бізде тең болады 19 көбейтілген 47 қосылған 7. Осы жерден бізде шығады 19x көбейтілген 47 азайтылған 19x минус 38 y тең болады y минус 7-ге тең болады. Осыны енді бізде бұдан y минус 7 19-ға бөлінеді деп аламыз. Сонда бізде y-іміз тең 7 болады. Y-іміз шықты. Яғни енді x-ті тауып алайық. X-іміз 19 мына жерде көрмей қалды. 19x қосылған 39 көбейтілген 7 тең болады бізде 900-ға. Сонда бізде болады осыны есептеген жағдайда бізде 19x 900 азайтылған 273 19x-іміз қаншаға? 620 19x-іміз 627-ге тең болады, е? Сол кезде x тең 33. Ал енді z-імізді тапсақ, z-іміз тең болады 100 азайтылған 33 азайтылған 7 тең болады 60. Сонда бұл есептің жауабы 33 қожа содан кейін 7 төре және де 60 қара қатысты. Назарларыңызға рахмет.